Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен осы уақытқа дейін хит болып келген испанский чизкейк дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен творожный сырымызды кішкене миксерлеп аламыз. Сонан соң творожный сырымызды миксерлей отырып, қантымызды 2-3 бөлікке бөліп, тағы да миксерлейміз. Қантты араластырып болғаннан соң жұмыртқаларды қосамыз. Яғни жұмыртқаларды жеке-жеке қосып миксерлейтін боламыз. Егерде видеоны қарап отқан болсаңыз, менің каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кезекте сливкиімізді, яғни кілегейімізді миксердің көмегімен араластыра отырып қосамыз. Сосын жүгері крахмалын қосып араластырамыз. Егерде крахмал болмаған жағдайда орнына ұн қолдансаңыздар болады. Дайын болған чизкейкімізді формаға құятын боламыз. Формамыз осындай фольгамен оралған және де перманентный қағазбен айналдыра орналастырылған болуы қажет. Сонымен қатар чизкейкті 200 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінеки чизкейкіміз пісті. Чизкейк суыған сәтте осылай төмен түседі. Ол әрине қалыпты. Енді чизкейкті формадан босатып аламыз. Дайын болған чизкейкті шоколадпен немесе өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп, дәм ауыз десеңіздер болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді және де керемет болып шығады. Сонымен қатар менің еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Өмірбек Ағырке. Астарыңыз дәмді болсын.